Астанада 11-ші Астана экономикалық форумы өтіп жатыр. Бұл бас қосудан Қазақстанның ұтары көп. Инвестиция тарту экономиканың барлық саласындағы кәсіпкерлікті дамытып, өзара тиімді құжатты бекіту. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі де бірқатар тарихи құжаттарға қол қойды. Ірі трансұлттық компаниялар Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенін қаржы ресурстармен ғана емес, қазіргі заманға технологиялар трансфертінде қамтамасыз етуге дайын. Бұл меморандумға Қазақстан ет одағы мен СИТИК компаниясы 4 міндетті орындау үшін қол қойып жатыр. Бірінші, Қазақстан мен Қытай арасындағы жемдік астық, ет секілді тағам саудасының қарқынын арттыру. Екіншіден, Қазақстанның 1,5 миллион аумағын тамшылап суару инфрақұрылымын Қытайдың қаржыландыру арқылы жүзеге асыру. Үшіншіден, тірі қара малды экспорттау жобасын қолға алу. Төртіншіден, СИТИК компаниясы арқылы қазақстандық ет өнімдерінің Қытай нарығындағы сұранысын арттыру. Бұл меморандумға Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі мен Класс компаниясы қол қойды. Әрине, оны жарнамалаудың қажеті жоқ. Ол трансұлттық компания. Қазақстан нарығында 20 жылдан астам жұмыс істеп келеді. Осы уақыт аралығында өздерін жақсы жағынан таныта білді. Ауыл шаруашылығы мәселелерін шешіп, еңбек өнімділігін арттыру үшін бізге заманауи техника қажет. Петропавлда шығарылатын техника жоғары талапқа жауап беретін болады. Олар трактор мен комбайндар. Бұл біздің облыс үшін емес, барлық Қазақстан үшін маңызды жоба, который будет производиться в Петропавловске. Сидермит — это известная. Сидермит бұл австралиялық ет бизнесімен айналысатын трансұлттық компания. Бүгінгі жол картасына қол қою арқылы біз елімізде заманауи ет өндіретін кешен салуға мүмкіндік алып отырмыз. 10 ірі трансұлттық компаниямен жалпы көлемі 300 миллиард теңгені құрайтын меморандум және жол карталарына қол қойылды. Барлық компаниялар ауыл шаруашылығы және азық-түлік өнімдері өндірушілер. Олар ұзақ мерзімді байланыс орнатуды көздеп отыр. Меморандумға қол қойғандардың ішінде әлемдегі ірі фастфуд желісіне ет өнімдерін жеткізетін белді компаниялардың бірі Иналка да бар. Ол да Қазақстанда біраз уақыт жұмыс істеуді мақсат етіп отыр. Біз ет өндіру бойынша Еуропадағы алдыңғы қатарлы компаниямыз. Мақсатымыз Алматы маңында ет комбинатын салу. Қазақстанды таңдауымызға не түрткі болды дерсіз? Бұл жерде ірі тұқымды мал өсіріп, оны ары қарай өндіріске жіберуге барлық жағдай жасалған. Сондай-ақ Қытай мен Ресей секілді екі ауқымды нарыққа көршілес орналасқан ел. Біз мұндай бизнесті Ресейде де дамытқанбыз. Тәжірибе жетерлік. Ендігі кезек Қазақстанға кеп тұр. Жобаға 50 миллион евро жұмсамақпыз. Бірақ әлі де есеп жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта бұл сан өзгеруде мүмкін. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 2018-2027 жылға арналған етті мал шаруашылығын дамытудың салалық бағдарламасын бекітті. Аталмыш құжатта шетелдік инвесторларға тиімді шарттар қарастырылған. Итальяндықтардың қызығушылығын тудырып тұрғанда осы артықшылықтар деуге де болады. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінде өзге елдерде жоқ бағдарлама бар. Сондықтан осы секторды дамыту үшін дәл осы мемлекетті таңдап отырмыз. Өйткені мүмкіндіктер көп. Еліміздің ауыл шаруашылығына қажетті техникаларда аз уақытта жаңарып шыға келмек. Әлемдік нарықта ойып тұрып орын алған Hyundai компаниясы елімізге соңғы үлгіде жасалған су жаңа тракторларды сатуды қолға алмақ. Келісім бойынша алдағы 7 жылда Қазақстанға 10 мыңға жуық трактор әкелеміз деп отыр. Біз Қазақстанға келетін тракторларымыз ақш пен Еуропа нарығында әбден белгілі. Біздің өнімнің сапасы жақсы. Әлемдік нарықта өзін дәлелдеген техника. Бағасы да еуропалық тракторлардан әлде қайда төмен. Әрине, еліміздің ауыл шаруашылық саласына ірі инвесторларды тарту арқылы біз экономикамыздың дамуына тағы бір қадам жасаймыз. Шетелдік нарықта өзін әбден дәлелдеген техникаларды отандық шаруалар қолдану арқылы жұмыс өнімділігі де біраз артар анық. Компания Акко — это известная. Акко ауыл шаруашылығына арналған машина жасау және балық шаруашылығына арналған құрылғы дайындаумен белгілі трансұлттық компания. Бүгін алабалық өсіру бойынша, тауарлық ферма құру бойынша құжатқа қол қойып жатырмыз. Golden Camel Group компаниясымен жол картасына қол қойдық. Жоба түйе сүтінен тағам, дәрі өндіруге арналған. Кейін өнімдерді үлкен көлемде экспорттау жоспарланып отыр. Біз Түркістан қаласынан Оңтүстік Қазақстан облысынан күніне 100 тонна түйенің сүтін өндіретін завод соққалы жатырмыз. Қазіргі таңда біздің құрылыс жұмыстары 85-90%-ға бітіп жатыр. Августтың аяғында біз осы заводты испытанияға жібереміз. Содан қазан айында іске қосатын боламыз.
Соңғы жылдары агроөнеркәсіп кешені қарқынды дамуда. Жыл сайынғы өсу көрсеткіші 104,5%-ді құрап отыр. Бұл ақпаратты дөңгелек үстел барысында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шөкеев айтты. В послании главы государства Елбасы ауыл шаруашылығы кешенді алдында еңбек өнімділігін арттырып, 5 жылда өндірілген өнімді экспорттау көлемін кем дегенде 2,5 есеге арттыру міндетін қойды. Ол үшін өндірісті әртараптандырып, жаңа технологияларды енгізіп, ғылыми жетістіктерді пайдалануымыз керек. Сондықтан бірлесе жұмыс істеу арқылы халықаралық тәжірибені қолдануымыз қажет. Бүгін біз ірі трансұлттық компаниялармен бірнеше келісімге қол қойдық. Мысалға Класс, Кремонини, Данбия және Сидармитс компаниялары. Австралиялық Сидармитс әлем бойынша қой етін өндіретін екінші компания. Олар аягөзде жұмыстарын бастап кетті. Бұл біз үшін өте маңызды жоба. Кәсіпкерлер мен саясаткерлер, банкерлер мен инвесторлар Қазақстандағы барлық салаға инвестиция тартуға болатынын тілге тиек етті. Айтуларынша, құнарлы жер мен басқа да географиялық артықшылықтар тиімді жобаларды жүзеге асыруға мұрындық бола алады. Ал шетелдік ірі инвесторлармен жұмыс істеу арқылы елімізге ауқымды инвестицияларды тікелей алуға ғана емес, сондай-ақ болашақта өндірілмек өнімді еш қиындықсыз экспорттауға да жол ашылады. Сегодняшний форум Бүгінгі форум қазақстандық бизнес пен инвесторларға арналған келіссөз алаңы. Олар бірлесе жүзеге асырып жатқан жобалар мен орын алған мәселелерді талқылап, ауыл шаруашылығы саласына қатысты сұрақтарға мардымды жауап ала алады. которые сейчас в работе. Форум барысында қол қойылған барлық құжаттар ет, сүт, азық-түлік өнімдерін өндіруде және өңдеуде. Сондай-ақ Қазақстанның ауыл шаруашылық саласына қажет техниканы дамытуда жоғары технологиялық инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға бағытталмақ.